Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алдағы келе жатқан мерекелік дастарханға ұсынғанға дайындалу жолы өте оңай, әрі өте керемет болып шығатын қаймақты бәліштің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл пирогты сіздер тапсырысқа да дайындасаңыздар болады. Рецепті оригинал, бір жасағаннан өте керемет сәтті болып шығады. Ендеше кірісейік. Бізге ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де бөлме температурасында тұрған 82% майымызды салып, қолымыздың көмегімен осындай майда крошка дайындап аламыз. Дәл осы массамыздың үстіне бір шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды және де қантымызды салып, оны да араластырып аламыз. Осылай ортаңғы жағын ашып, бір дана жұмыртқамызды да салып, өте жұмсақ әрі нәзік қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды салафан пакетімізге салып, жарты сағат уақытқа тоңазытқышқа жібереміз. Дәл осы ретпен біз ендігі кезекте пирогымыздың арасына салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге қаймақ қажет. 20% қаймағымызды осылай ыдысымызға салып, оның үстінен 4 жұмыртқамызды және де қантымызды, сонымен қатар өз қалауларыңызша ванилин қолдансаңыздар да болады. Осылай барлығын салып алғаннан кейін венчигіміздің көмегімен немесе шаншқымен де араластырсаңыздар да болады. Осылай барлығы бірігіп, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Қаймақтарыңыз міндетті түрде 20%-дан кем болмау керек. Ендігі кезекте осылай пирогымызды пісіруге арналған кольцомыздың жан-жағын осылай фольгамен бекітіп, жақсылап жауып аламыз. Одан кейін жарты сағат уақыт тұрған қамырымызды осылай салып, жан-жағына бортик жасай отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Біздің қамырымыз біркелкі болу үшін осылай шаншқының көмегімен әрбір бұрышын және де шеткі бөлігін тесіп шығамыз да, дәл осы қамырымыздың үстінен алдын ала дайындап алған начинкамызды салып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минут аралығында, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан уақытын және пісу барысын байқап отырып пісіріп алыңыздар. Міне біздің қаймақты бәлішіміз дайын. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Пирогты формадан бірден босатып алуға асықпаңыздар. Мейлінше толықтай суытып алып, кескен жөн. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.